Сәлем баршаңызға. Бүгін бауырдан әсіп жасап көрсететін боламын. Ол үшін пияз, құйрық май, чеснок, бауыр, піскен күріш және ішек керек болады. Алдымен бір пиязды және 3-4 чеснокты блендерге салып, езіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, мясорубкамен де жасауға болады. Құйрық майды да дәл солай блендерге салып езіп аламыз. Маған қанша кеткенін осы видеоның астында жазып қалдыратын боламын. Бауырды да дәл солай блендерге салып езіп аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстіне піскен күрішімізді саламыз. Піспеген күрішті де салуға болады, бірақ отта көбірек тұрады. Сол себепті мен піскен күрішті салдым. Үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұзымызды салып араластырамыз. Ішекті жуып тазалап алғаннан кейін ішегімізді осылай майлы жағын ішке қаратып қоямыз. Және осындай түтікшені пайдалансақ та болады, немесе баклажканы кесіп те пайдалануға болады. Осылай қасықпен аз-аздан салып ішегімізді толтырамыз. Барлығын салып болғаннан кейін жіппен байлап қоямыз. Міндетті түрде инемен тесіп шығыңыздар, себебі бұл жарылып кетуі мүмкін. Мантаваркаға салып 45 минуттай пісіріп аламыз. Міне әсіптеріміз дайын болды. Бұл әсіпті мен енді тез жасап тұратын боламын, себебі бұл гемоглобинді көтергендіктен осылай жеген өте күшті екен. Сіздердің де отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды. Ал маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Зарина. Баршаңызға рахмет.